Кейбір оңтүстік-шығыс Азия, мысалы Қытай, Жапония, Вьетнам елдерінде көбінен өсіріледі. Күріш дүние жүзінде ең көп тұтынатын азықтардың бірі. Біздің тамақ тізімімізден түспейтін күріш құрамында холестерин, зиянды май болмауымен ағзаға өте пайдалы азық түрі. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Бүгінгі бізде қозғалғалы отырған тақырыбымыз күріш сусынының пайдасы жайлы болмақ. Біздің еңбегімізді бағалап, осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіздер. Олай болса, кеттік. Күріш суының пайдасы. Бұл ежелгі Қытай рецептісі. Уақытпен тексерілген. Тән сұлулығын сақтау мәселесінде басты шара саналатын әдеттегі медициналық әрекеттер пайдасын тигізбеген кезде жасалатын амалдар деседі. Қытайлықтар бұл тағамды ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатыны да кездейсоқ емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттектес заттармен қамтамасыз ете отырып өте пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзадағы токсиндер сыртқа шығады. Асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Дегенмен күрішке қарағанда оның сусынының пайдасы мол екен. Егерде бұрын-соңды күріш суының пайдасы туралы білмеген болсаңыз, бұл видеоны өзіңізге сақтап алғаныңыз жөн. Мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруларын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді, оба ауруының алдын алады. Мұнымен қатар, оның косметикалық қасиеті де бар. Саңылаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Ертеде қазіргідей арнайы дайын сусынмен тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Бүгінде жиі айтылатын бұрынғының балалары мықты болған деген сөз осындай табиғи ас сусындардың арқасы екені жасырын емес. Ертеректе күріш суының арқасында дисбактериоз, гепатит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатасыз. Бір стақан суға бір ас қасық күріш жеткілікті. Күріш жартылай піскен шақта су түсі өзгереді. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. Бір аптаның ішінде оң нәтижесі байқала бастайды. Ал күрішті қайнатып, оған айран қосып ішсеңіз, асқазанды, ішекті тазартып, ағзаны, теріні жақсартатын дайын детокс дей беріңіз. 3 немесе 5 күнге созылған осындай диета ұстасаңыз, жасушалар да жаңарып, ағзаға жиналған тұздардан арыласыз. Бұл диетаның ерекшелігі күріш пен айранды қосып, дайын болған ботқаны қалауыңызша жей беруге болады. Күріш қайнатылған суды жиірек ішу бауырды сауықтырады. Ал сіз күріш сусынын қандай да бір емдік мақсатта қолданып көрдіңіз бе? Өз пікіріңізді төменге қалдыруды ұмытпаңыз. Ем болсын. Егер сізге осы видеомыз ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіз. Сіздермен бірге болған дертке шипа арнасы. Сау, саламатта болыңыздар.